Желтоқсан жаңғырығы. Талай нәубетті бастан кешірген ата-бабаларымыз қандай қиын сәттерде бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығара отырып, елімнің шетін жау баспасын деп жауларына үнемі тойтарыс берумен болды. Ер мінезді, намысшыл, қайратты қазақтың ежелден арманы, жерінің тыныштығы, елінің азаттығы еді. Батыр бабаларының аманатына берік қазақ жастарын 1986 жылы алаңға алып шыққан осы да бір намыс еді. Кеңес үкіметінің қарамағында болып, бодандықтың бұғауын киген қазақ деген елдің ұлы арманы өз алдына тәуелсіздік алу еді. Ойына келгенін жасап, жан-жағын ойрандап, қазақтарды қорлау, кемсіту, желтоқсан жалаңаяқтарын алаңға шығарды. Иә, шыдамның да шегі бар деген. Ақыл тоқтатып, әр ісіне байыппен қарайтын азаматтар мен әлі оң солың танымайтын боз балалар ұрандап алаңға жиналды. Өздерінің талап тілектерін бейбіт шерумен шешуге бекінген жастарды алдынан тегеурінді тосқауыл тосып алды. Ұрды, жықты, өлтірді. Алайда жастар абдырамады. Керісінше, сәт сайын қатарлары толығып, қаралары көбейе түсті. Міне, осындай адамның жанын жаралайтын, жастарды жазықсыз қырғынға ұшыратып, жазалаған жайттың куәсі болған Қарқаралы ауданы Бесоба ауылының тұрғыны, сол бір қанды шерудің тірі куәгері Оразбаев Думанды әңгімеге тартқан едік. Ауылдағы мектепті аяқтаған арманы асқақ Думан білім қуып Алматыға келіп, ауыл шаруашылық институтына оқуға түседі. Мен ол кезде 17 жастамын. Алдында 1-2 күн бұрын жоғарғы курстағы үлкен жігіттер келіп, жастардың алаңға жиналатындығы туралы айтқан болатын. Бірақ мен оған мән бермедім дейді. 17-сі күні жастардың алаңға шыққаны туралы естідік. 18 күні сабақта отырғанда бізге алаңнан қашқандар келіп, бізді де курстастарымен бірге алаңға алып барды. Алаң жағалай қоршауға алынған. Айнала айғай шу. Алаңда жарты сағаттай тұрдық. Бір кезде жиналған көпшілікке БТР машиналары қарсы жүрді. Жастар тас алып лақтырып, төбелес басталып кетті. Қалың лек артқа шегініп, алдындағылар қашып үлгердік. Содан көше бойымен өлең айтып уралап, қатарымызға адамдарды қосып алдық. Екінші алаңға бардық. Онда да қырғын. Арқамнан қатты соққалып, қашып үйге келдім. Бірге еріп барған қасымдағы жолдасымның дипломаты алаңда қалып қойыпты. Ертеңде сабаққа барсам жанымдағы курстас 3 жігітті ректор шақырып жатыр деп алып кетті. Кабинетке келсек, азаматтық формада киінген 3 адам отыр екен. Олар бізді ертіп ген прокуратураға апарды. Ол жерде Москвадан келгендер отыр екен. Сұрақ жауап, тергеу басталып кетті. Сендер халық жауысындар деп айғайға басты. Біздің алаңға барғанымызды айтқан, алаңда дипломаты қалған жолдасымыз екен. Бірнеше күн қатарынан жүргізілген тергеуде бізді ұрды соқты. Үшеумізді 21 желтоқсанда жауып тастады. Содан 19 наурызда сот болып, бізді 3 жылға соттады. Уақытша қамау изоляторында Қайрат Рысқұлбеков пен журналист Құттыбай Аймахановпен бірге отырдым. Ал Қайратқа басында ату жазасы кесілген болатын. Кейіннен 20 жыл берді. Мені соттағаннан кейін Өскемендегі зонаға жіберді. Кетіп бара жатқанда психбольницадан әкеле жатқан Қайратқа жолықтым. Мыналар менің ақыл есімнің дұрыстығын тексеріп жатыр. Әбден шаршатып жіберді деді. Содан көрмедім. Тек түрмеде отырғанда басшылар газеттен Қайраттың өлгендігі туралы жазылған материалды көрсетіп, танисың ба деп сұрады. Өзіне қол жұмсады деп жазылған. Бірақ мен оған сенбеймін. Түрмеде тіпті қиын болды. Ол жерде де бізге тыныштық бермеді. Сендер үкіметке қарсы шықтыңдар, халық жауысындар деп неше түрлі қорлық көрсетті. Сондағы алған ауыр соққылардан болар. Бүгінде еңбекке жарамсызбын. Екінші топтағы мүгедекпін. 3 жылға деп соттаған мені 1988 жылдың майында, яғни 1,5 жылдан кейін босатып жіберді. Келгеннен кейін оқуымды жалғастырдым, бірақ тыныштық бермеді.
еріксіз бәрін тастап ауылға келдім. Мен ол кездегі бізге көрсеткен қорлықтың бәрін айтпай-ақ қояйын деп қиын күндердің естелігін аяқтады Думан. Иә, бұл келеңсіз жайт 17 жастағы бозбаланың есінде мәңгі ауыр естеліктер болып қала беретіні сөзсіз. Ата-анасынан ерте айырылып, әжесінің қолында болған Думан бүгінде әке-шешесінен қалған қара шаңырақтың иесі. Жұбайы үй шаруашылығында, 3 ұлы бар, үлкені әскерде. Қолда бар тұяғын бағып-қағып отырған жайы бар. Сол бір қырғыннан тек 2005 жылы ғана ақталғандығы туралы қағазды алды. Оның өзі тамыр таныс арқылы. Уақыт қанша сырғып алға қарай зымырап жүре берсе де, өмірдің әрбір кезеңі тарих қойнауында қала бермек. Өткен күннен алыс жоқ демекші, қаһарлы күндей күркіреп, халықтың басынан өткен сол бір күндердің бірі 1986 жылдың желтоқсаны. Талай жастың қаны мен көз жасы төгілген ұл қыздарымыз сол желтоқсанның ызғарына мойымай, жігерліктерімен кеудесін тосты. Кеңестік заманның келеңсіз осы бір оқиғасы бүгінде ақтаңдақ тарих бетінде сайрап ақ жатыр. Арада қанша жыл өтсе де, өткен күндер елесінде, ал сол күнді көзімен көргендер бүгінде арамызда жүр. Осы бір тарихи сәттің куәсі болған Қарқаралы ауданы Ақжол ауылындағы Әлібек Бүркітбаев атындағы нөмірі 12 орта мектептің тарих пәнінің мұғалімі Нұрмағамбетова Амина Құрманғали қызы. Сонау жастық шағының ауылында қалған желтоқсанның ызғары жайында Амина Құрманғали қызы былай деп әңгімесін өрбітті. 1986 жылы мен Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының тарих кітапхана ісі факультетінің 3-ші курсында оқып жүрдім. 16 желтоқсанда факультетіміздің деканы Баданов Ырзабек Исабекұлы бізге: "Бүгін біз үшін жаралы күн. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевты орнынан алып, орнына Ресейден басқа бір ұлт өкілін тағайындапты" деп сабақтан босатып жіберді. Жатақханаға келсек, Брежнев атындағы алаңға жастар жиналып жатыр деген хабар тарады. Бәріміз алаңға бардық. Алаңға жиналған жастардың көңілдері көтеріңкі. Бәрі біреу шығып бізге түсіндірсін деп кешке дейін тосып тұрды. Кешке милиция келіп бәрін қуа бастады. Жастар тарай қоймаған соң өрт сөндіретін машиналардан су шаша бастады. Содан кейін ғана алаң босады. Келесі күні 17 желтоқсанда таңертең жатақханаға институт мұғалімі келіп, бізді сабаққа ертіп апаратынын айтты. Өзіміз барамыз деп айтып едік, мұғалім көнбеді. Курстың қыздары еріксіз көніп, аялдамаға кеттік. Жол бойы ақылдасып, мүмкіндік болса мұғалімнен қашып кетеміз деп келістік. Аялдамада мұғалімді троллейбусқа мінгізіп жібердік те, өзіміз аялдамада қалып қойдық. Көлік жүріп кеткеннен кейін бәріміз басқа троллейбусқа мініп, қайтадан алаңға бардық. Алаң жастарға лық толып кетіпті. Біз ең артынан тұрдық. Есірткі шеккен, арақ ішкен ешкімді көрмедік. Бәрі өзіміз сияқты студенттер мен жұмысшы жастар. Алаңдағы жастар үкімет мүшелерінен біреу шығып, не себептен Қазақстанның басшылығына, Қазақстанда жұмыс істеген, жағдайын білетін адам емес, Қазақстанда бұрын болмаған адам тағайындалғандың түсіндірсін деп талап етті. Жастардың алдына шыққан адамдар жастардан тек тарауларын талап етті. Бір кезде Олжас деп ұрандатқан адамдардың арасында Олжас Сүлейменовті қамап қойып, жастардың алдына шығармайды деген сыбыс тарады. Бұл хабарды естігеннен кейін біз алаңнан кетпейміз деп шештік. Түске қарай үкімет үйінің алдында шеп құрып тұрған, бастарына каска киген, қолдарына пластик қалқан және резеңке шоқпарлар ұстаған әскерлер жастарға қарай лап қойды. Орындарынан қозғалмаған жастарды резеңке шоқпарлармен ұра бастады. Біз ең артында тұрғандықтан көп нәрсені көрмедік. Тек қыз, ұл деп қарамай, бәрін ұрып жатқан әскерлерді көрдік. Басқалар сияқты біз де жүгіре қаштық. Бір группаласының бетіне резеңке шоқпар тиіп, беті қатты көгеріп ісіп кетті.
Мұғалімдер біліп қоймасын деп біз оны бірнеше күн тығып жүрдік. Түстен кейін жатақханаға мұғалімдер келіп, алаңға бардыңдар, үкіметке қарсы шықтыңдар деп сөге бастады. Филология факультетінен келген бір апайдың: мен орыстарды жақсы көремін, өзімді орыс деп санаймын, орыстар бізді жарылқап отыр, сендердікі дұрыс емес деген сөздері ызамызды келтірсе де қарсы ештеңе айта алмадық. 18 желтоқсанда бізді жатақханадан шығармай сабақты сонда өткізді. Сабақ оқуға әрине көңіліңіз болмаса да, бәрі басылғанша бірнеше күн ұстаздар келіп дәріс беріп жүрді. Желтоқсанның ызғарлы күндері жүрегімізге қаяу салғанымен рухымызды жасыта алмады. Тәуелсіздік таңын жақындатқан, дүниені дүр сілкіндіріп, тоталитарлық державаның іргесін шайқалтқан желтоқсан көтерілісі ел тарихында мәңгілік сақталары сөзсіз дейді оқиға куәгері. Қарқаралы газеті 2014 жылдың 13 желтоқсандағы номері.